Көрініс сайысы ортада аралас арал. Махаббат пен достықтың орны бір бөлек. Ал әскердегі досының сүйікті қызын өзіне қалыңдық қылып алған досының орны қандай екен? Оны өздеріңіз қараңыздар. Бүгін келді, бүгін хабарласамыз. Кел, отыр. Ауыл деген керемет екен ғой, күшті ғой. Ауыл ғана керемет емес. Не жаңалық өздеріңде? Не жаңалық? Мәселе сода болып тұр ғой. Айтсаңдаршы, не жаңалық? Не жаңалық? Жаңалықты ана кісіден сұраңыз. Мынау өле ма не жаңалықтың бәрін? Жаңалықты олай біледі. Не жаңалық бар ауылда? Ой, жаңалық дейтінде жаңалықтың негізі. Ондай отты қатты жаңалықтың. Ауылды өзің көрдің ғой, дым өзгермей, ештеңе өзгерген жоқ қой. Өзіңде не жаңалық? Сен әскерден сен келдің ғой, айтсам. Бізде деген жаңалықтың көкесі бар ғой. Жұдырыңа не болған? Бұл жұдырық не көрмейді десейші? Бүгінде біраз нәрсе көрейін деп тұрам. Осы жұдырыққа әскерде азаннан кешке дейін жағын айырасың, аузын сындырасың, рақат қой. Өлең айтқызып қоясың. Пол жоғызасың. Не болды саған? Досыңды ұрмай шығарсың. Кімді? Не жылап отырсың? Не жылап отырсың? Қуаныштан ғой досым. Сағынған ғой. Сағынған ба? Бұл не деген қуаныш? Бұл не деген бақыт. Сендер не көріп жатсыңдар ауылда? Қызықтың бәрі армияда ғой. Әскерде. Бията не көріп жатсың десей? Не көріп жүрсіңдер ауылда? Бұл жақта той көріп жүрмесін. Не той? Той, бетой. Құрметті құдалар, 8-ші столға жайғасыңыздар, таныс сөз ба? Айтпашы, Айжан қайда? Мен күтіп алам деп еді, қақта жүр екен өзі. Айжан қайда? Айжан үйде ғой. Үйінде ғой. Кімнің үйінде? Кімнің үйінде? Вот кімнің үйінде? Мәселе сода болып тұр ғой, кімнің үйінде дегенде тырнақша қалып қой. Жақсы болсын де. Болды. Нағыласын, толағай, тыңдама оны. Баяғы сол лыпылы ғой сол. Нағыласын. Досым, жұмыс істейсің ба? Жұмыс. Істеймін. Мына аралдың ар жағында Құланды деген жерде мұнай бұрғыланып жатыр. Со 15 күн жұмыс, 15 күн демалыс, 200 мың теңге айлығы бар. Жақсы ғой мынау. Істеймін. Бүгін кету керек. Бүгін? Қазір кету керек. Бүгін келіп атыр ғой қаяқтан. Ауылда көрсін, тағы да көретін нәрселер бар дегенде. Әскерден бүгін келдің ғой, мен ата-анамды сағындым. Қасында болмайын ба шамалы? Айтпақшы, әскерден сендерге сыйлық алып келдім. Сыйлық? Қазір көрсетем. Сыйлықты, Аузын жауып өтеші. Тапсырыс бересіздер ма? Мынаның аузын тігіп тастайтын ине жіп, я болмаса бір скотч әкеп берші. Жоқ, сен одан бітсей, көп салфетка келсей. Неге? Қуаныштан төгілетін жас көп болып тұр ғой бүгін. Кетті ма? Қуандық аға емес па баяғы? Оған 20 мың теңге қарыз едім ғой, мен білесің ба? Келгені кеше ғой, қалай қарыз болушын? Осы жерде әскерге кетіп бара жатқан кезде тойлаған жоқпыз ба? Сол ма? Айымдама, оны 20 мың теңгені Айжан төлеп тастаған. Қой, Айжан төлеп тастады? Не болыпты төлесе? Ештеңе болған жоқ. Қалай сонда деп отқан ғой. Машинаға 20 мың теңге жетпей қалады болды. Қайдағы машина? Не айтып отырсың сендер? Осы Айжан десе не? Бір жәрі түрлерің бұзылып, бір-бірінен бір нәрсе жасырып отқанда, я? Өмір заңы қатал, күнім батып таңым атар, сен біреуді ұнатасың, ол да соны ұнатады. Сен Айжанға үйленіп алдың ба не? Үйленіп алды. Айтшыш? Қой, үйленді ма не? Үйленіп алды. Құтты болсын, айтпайсың ба бағанадан бері?
Уайымдамаңдар, ей! Осыма жасырып отқандарың. Мен деген Айжан екеуміз кетіп бара жатқанда жүрмей қойғанбыз. Қазір деген... жүрмей қалдың ба не? Жүрмеймін ғой. Қазір деген мен Гаухармен жүріп жатырмын. Гаухар! Гаухар ше баяғы. Сейдіғалиева! Сейдіғалиева. Сол ғой менің қызым қазір. Өмірін ұрзаңы қатау, күнім батып таңым қатар. Сен біреуді ұнатасың, ол да оны ұнатады. Толағай, Жұмыс бар ма? жұмыс бар. Дархан заман нұрымен жайна туған аралым өскен